Түркістан облысы Сайрам ауданы Хан Қорған елді мекеніне келдік. Осы жерде Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған Қазақ ханы деген кесене орналасқан ескерткішіміз. Үлкен елді мекен. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін 25 мамыр 2026 жыл Хан Қорған елді мекеніне келіп отырмыз. Мен Рысбек Болат Тұрсынәліұлы, Қазақ хан батырлар қоғамының тең төрағасымын. Келіп отқан себебіміз бұл елді мекенге осы жерде орналасқан академик Леспек Тәшенов ағамыздың салынып кеткен ескерткіші, және осы отбасының өтініші бойынша, елді мекеннің өтініші бойынша, біздің өтініш бойынша қалаға ауыстыру мәселесін әкімшілікке жеткізу болып отыр. Енді бұл жайғасқан жері жақсы жерде тұр есебі, бірақ қалада тұрса да бұдан да жақсы болар еді. Бұл қараусыз қалған сияқты болып тұр. Қараңыздар өздеріңіз. Мына жердің барлығы қараусыз жатыр. Мына ескерткіштің биіктігі 4 метрдей бар. Астымен қосқанда 6-7 метрге барып отыр. Оның енді жағдайы осы. Қалай көрсек те бұл жерде орынсыз тұрған сияқты болып көрініп жатыр. Өткенге құрмет, болашаққа салауат дейді ғой. Міне қараңыздар. Осы көңілден шықпады тұрған жағдайымыз бар. Қараңыз, қандай биіктік, төбесінің бәрі мына тазаланбаған, басқа болған, құстар отырған. Мінекей, қандай әдемі ескерткіш. Мінекей, қазақ ханы орнатқан мына академик Тәшенов ағамыздың қалдырған бізге мұрасы есебінде. Бұл енді президентіміз Тоқаевтың айтқан үлкен сөзі бар. Алтын Орданың тікелей мұрагеріміз деп. Соған сай болу керек деген ойдамыз. Міне, мынау елді мекен. Осы Хан Қорған елді мекені. Тым тырыс. Осыны жастарға көрсету керек қой бұны. Жастар кеп көріп кетпейді ғой жерден. Парктың ішінде жаңағы сол бір жақсы бір жерде тұрса деген мына мұсырлардың жақсы мынау. Осындай қасиетті ескерткіштің осы жерде тұрғаны лайықсыз көрінеді.